Армысыздар, Ирбис телекомпаниясында жаңалықтар, сіздермен Бейбінұр Хамедқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Таудағы қонақ үй, Баянауылдағы туризмді дамытудың жаңа тұжырымдамасы экологтердің жағасын ұстатты. Едені мен төбесі жоқ көп қабатта жобадағы қателік салдарынан Сарыарқа ықшам ауданының тұрғындары жаңа үйлеріне қоныстан алмай отыр. Мы останемся снова на улице. Конкретно нам никто не предоставляет реальные сроки стройки. Когда будет заселение? Өнеш арқылы жасалатын ультрадыбыстық зерттеу астаналық маман жүрек ауруын анықтаудың ерекше әдісімен бөлісуде. Адам иммун тапшылығының вирусы. Қорқудың қажеті жоқ, білу керек. АИТВ жұғу жолдары жыныстық қатынас кезінде қан арқылы. АИТВ жұқпасы бар анадан балаға. Адамдар әдеттегі тұрмыстық қарым-қатынас кезінде АИТВ жұқтырамыз деп қорқады. АИТВ қай кезде жұқпайды? Амандасқанда, құшақтағанда, сүйіскенде, тер және көз жасы арқылы, ыдыс-аяқ және ас үй жабдықтарын пайдаланғанда, ауа арқылы, су, ойыншық арқылы, хауыз, душ, сауна, әжетхана, жәндіктер шаққанда. АИТВ достық арқылы жұқпайды. Қауіпсіз жолды таңда. Жаңа Риоға мін, оны қашықтықтан басқар. Сен келгенде көлігің қызып, салоны жылы болып тұрды. Kia Rio бар жағынан жайлы. Сіздің ресми дилеріңіз Қамқор Авто. Мекен жайымыз Торговая 1. Кеңес алуға арналған нөмір 65 0065. Жаз иісі аңқыған шырынды қияр туралы армандайсыз ба? Немесе піскен қызыл қызанақтардың дәмінен дәм татқыңыз келеді ме? Әлде ең дәмді көкөніс қосылған рагу әзірлегіңіз келді ме? Вермитех Плюс дүкеніне келіңіз. Мұнда биогумустың айтқышы негізінде өсірілген табиғи жаңа піскен көкөністерді ұсынады. Одан басқа Вермитех Плюс компаниясында көкөніс дақылдарының көшеттері кең сұрыпталымда ұсынылған. Біздің жылыжайлық кешені мен егістіктерін сыналған бұл табиғи тыңайтқышты қолдану нәтижесінде сіз тамаша, экологиялық таза және дәмді өнім аласыз. Арнайы жаңалық павлодарлық вермиферма балық аулау мен өсіру үшін қызыл калифорниялық құрттарды жүзеге асырады. Көтерме сатып алушыларға жеңілдіктер қарастырылған. Балықшыларға арналған дүкендер серіктестікке шақырылады. Біздің мекен жайымыз Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 2, телефоны 8 747 525 39 02. Вермитех Плюс дүкені. Риясыз әңгіме. Ертіс Баян өңірінің жез таңдай әншісі. Ахау сәулем ай, өз ай келген ай, ахау арман ай. Осы рет сұрағым келіп отыр. Әншілік өнеріңізді қалай шыңдайсыз? Бұл үлкен бір адамның жан дүниесіне бір демалыс береді. Өнер жолына кім жетеледі? Табиғатта да, қанда да бар ғой. Жанұямызда мен даралам шыққан. Сол әнді өзім 6-шы сыныптан бастап осы ән айта бастадым. 11 жылдан астам уақыт қазақ театрына еңбегі сіңген актер. Аға, өмірде кімнің рөлін сомдайсыз? Өнер деген ол өзі қайнап атқаннан кейін оны өзіңде де кейде ойнай алмай қаласың. Қалай өткіздіңіз карантинді? Халықпен тығыз байланыста болғаннан кейін ол біздің бос жатқанымыз болмайды екен. Неге біз өз бір-бірімізді біреу атқанын соны көре алмай қалатынымыздың бұл несі бұл, неге бүйтеміз? Ата-анасынан алған басты өсиет, армандарының асылы. Дәстүрлі әнге қызығушылығы қандай балаларыңыздың? Мен кішкене тоқтатып қойғам. Бір 2 жылдай ән айтпа. Біреуге бір әнші де жетеді. Жексенбі 25 сәуір күні Ирбис телеарнасында Риясыз әңгіменің кезекті шығарылымы. Қонақта облыстық қазақ музыкалы драма театрының актері, дәстүрлі әнші Нұржан Сарқымбаев. Жіберіп алмаңыздар. Жүргізушілерге киім ұсынған Касабланка әйелдер киімдерінің бутигі. Дачный және Усолка мөлтек ауданындағы жылыту кемдігі мәселесінің шешімін тапты.
Шенеуніктер нөмір 42 жылу магистралінің жобасын ұсынды. Аймақ басшысы орынбасарының айтуынша, коммуникацияны тарту барысында жөндеу жұмыстары ешкімге кедергі келтірмеуі тиіс. Сондай-ақ көп қабаттылар қайнақтан ажыратылмайды. Тек гидравликалық сынақтар кезінде ғана өшіреді. Жылу магистралінің құрылысына 3,3 миллиард теңге бөлінді. Қаржының басым бөлігі республикалық бюджеттен. Жалпы ұзындығы 4 шақырымды құрайтын желі нөмірі 1 жылу энерго орталығынан басталып, Достық арқылы Назарбаевтан Қасправда көшесінен Құдайбердиевке барады. Ол жақтан 2 Советовқа дейін тартылады. Құбыр диаметрін үлкейтудің арқасында Усолка және Дачный мөлтек аудандарында жылыту кемдігі мәселесі шешіледі. Это технически очень сложный проект. Техникалық тұрғыдан бұл өте күрделі жоба. Барысында біз әрине кейбір көшелерді жартылай жабатын боламыз. Адамдарға ыңғайсыздық туғызамыз. Дачный мөлтек ауданының тұрғындары үйлеріне Қамзин көшесі арқылы барады. Себебі Назарбаев даңғылы жабылады. Мерзімін барынша қысқартуға тырысамыз. Нөмірі 42 жылу магистралінің құрылысын күзге қарай жылыту маусымы басталғанға дейін аяқтауды жоспарлайды. Бүгінде жұмыстар Ладожская көшесінде жүргізілуде. Жаңа желілерді тарту үшін 114 жасыл желекті кесуге тура келеді. Олардың 60 үшін жаз мезгілінде басқа жерге отырғызады. Очень жалко эти деревья, но... Бұл ағаштар үшін әрине алаңдаймыз. Облыс басшылығы жасыл желектерді қалпына келтіретіндерін айтуда. Қазір біз ағаштарды коммуникациялар жоқ жерге салуға тырысамыз. Болашақта мұндай жағдай қайталанбауы тиіс. Павлодарлықтарға Назарбаев даңғылы жабылмайды деп сендірді. Трамвай мен қоғамдық көліктер қалыпты жұмыс жасайды. Құбырларды Назарбаев даңғылы бойындағы жол арқылы тартады. Айдмұхамбет Айғожа, Азиза Байсерік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Өңірімізде туризмді жыл бойы дамыту жобасы ұсынылды. Бірегей тұжырымдама арқасында саланың өндірістік қуаттылығы мен туристік кәсіпорындар санын арттыру жоспарда бар екен. Дегенмен бағдарламаның бірқатар осал тұстары сынға ұшырады. Толығырақ бизнес жаңалықтарында. Бизнес жаңалықтарының демеушісі Казпромоушен Груп компаниясы. Үй мен бизнеске арналған күн сәулелік коллекторлар. Павлодар облысында туризмді жыл бойы дамыту тұжырымдамасы бұл сала өңіріміздің инновациялық брендіне айналдыруды көздейді. Ұсынылған жоба бойынша алдағы 5 жыл ішінде туризм қызметтері көлемін және өндірістік қуаттылықты 11%-ға арттырып, 5000 жаңа жұмыс орнын ашу жоспарлануда. Дегенмен туризмнің экологияға зияндылығы және бұған қарсы шаралар бағдарламада мүлдем айтылмаған дейді тұсаукесер жиынына қатысушылар. Әсіресе Баян өлкесіндегі жаңа қонақ үйлерді ашу, жалпы су қоймаларындағы тазалық сұрақтарды туғызды. У вас нет нигде ни слова об управлении отходами. Тот же центр водного туризма на Усолке. Мы сейчас знаем, как загрязняется Усолка, как загрязняется пойма реки Иртыш туристами. Отдыхающими. Пусть они не организованные туристы. Где эти вопросы? Я считаю, что очень серьезно недоработан в целом весь документ и план с точки зрения воздействия на окружающую среду. Жоба аясында Павлодарда Золотые пески, Теплое течение, Птичий остров атты жағажайларда абаттандыру, Астана көшесінің Естай Толстой бөлігі аралығында серуенге арналған жаяу жол салу, Галкин ауылында аңшылық базаға жер таңдау, Сабындыкөл, Торайғыр, Біржанкөл маңында кемпинг салу сынды жобалар көзделуде. Облыс әкімі ауқымды жобалардан бөлек қала аумағында туризм мәселелерін шешуге шақырды. Жители областного центра обращаются. Павлодар тұрғындары тіпті сенбі, жексенбі күндері қала аумағында демалатын жер жоқ деп жиі айтады. Біз экологиялық талаптар ойластырылған, қоқыс лақтыру желілері бар, арнайы орындарды анықтауымыз керек. Мәдени демалыс бойынша да жаңа шешімдер көрмедім. Жалпы инвесторларға немен қызық болады. Сол мәселе ашылмады. Сонымен қатар облыс әкімдігіндегі жиын барысында Travel PVL атты мобильді қосымша ұсынылды. Ол арқылы өңіріміздегі демалыс орындары туралы ақпарат және олар ұсынған қызметтер қолжетімді болады. Дархан Бекешев, Ирбис телекомпаниясы. Аймағымызда көктемгі егіс жұмыстар қарқын қосуда. Бұл ретте тұқыммен қамтамасыз ету көрсеткіші 100% құрайды. Осы орайда ауыл шаруашылығы басқармасында элеваторлардағы дәнді дақылдар көлемі бойынша ақпарат берді. Облыс бойынша 331 мың тонна астық бар. Оның ішінде 267 мың бидай, 79 мыңы элеваторларда сақтаулы. Барлығы 7 лицензияланған элеватор жұмыс істейді. Атап өту керек, 27 мың тонна азық-түлік корпорациясының астығы болып табылады.
Сонымен қатар биыл несиелеу бағдарламасы бойынша 10 өтінім жіберілді. Жалпы көлемі 9000 тонна бидай, 1668 тонна күнбағыс және 500 тонна қарақұмық. Сұранымдарды әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы қарастыруда. Дархан Бекишев, Артем Злобин, Ирбис телекомпаниясы. Бизнес жаңалықтарының демеушісі Казпромоушен Group компаниясы, үй мен бизнеске арналған күн сәулелік коллекторлар. Казпромоушен Group жауапкершілігі шектеулі серіктестігі күннің көзі арқылы суды қыздыру коллекторлық жүйелерін пайдалану, іске қосу, сонымен қатар санау мен жабдықтарды таңдауды жүзеге асырады. Баламалы энергия көздері арасындағы ең қолайлысы ол күн энергиясы. Ал осы энергияны жинаудың ең қарапайым тәсілі күн сәулелік коллектор. Күн сәулелік коллектор не үшін керек? Бұл құрылғы күн энергиясын жылулыққа айналдырады. Шағын үйлерден бастап үлкен кәсіпорындарда бөлмелерді жылыту және ыстық сумен жабдықтау үшін қолданылады. Күн сәулелік коллектордың қандай артықшылықтары бар? Энергияға тәуелділік, газ бен отынды қолданбай-ақ ыстық суды жеткілікті мөлшерде алу. Энергия тасымалдауыштардың үнемділігі, қосымша энергия көзі бола тұра, күн сәулелік коллектор электрлік және газды қазандықтарға аз күш салады. Едәуір үнемдеу. Пайдаланудың ұзақ мерзімі 15 жылдан бастап 20 жылға дейін. Күн сәулелік коллекторды сатып алған жағдайда қосымша жинақтамада 2 ирек түтікпен орнатылған тені бар 200-300 немесе 500 литрлік бойлер, 2 вакуум түтіктері бар коллектор 30 данадан, айналым сорғысы бар басқару блогы, кеңейткіш бак, монтажды құрамдаушылар, қатпар құбыры, оқшаулау, фитингтер. Кеңес алу және тапсырыстар келесі телефон арқылы қабылданады: 8-778 578 42-27. Казпромоушен Group жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Аймағымызға Нұр-Сұлтан қаласының ұлттық ғылыми медициналық орталығының кардиолог дәрігері келді. Жұмыс сапары барысында жергілікті мамандармен тәжірибесімен бөлісуде. Сонымен қатар пациенттерді қабылдап операцияларға қатысуда. Толығырақ келесі сюжетте. Елордадан келген маман кардиоорталық дәрігерлеріне өңештік эхокардиография бойынша тәжірибесімен бөлісті. Онда ультрадыбыстық зерттеу отаға жатқан пациенттерге операцияға дейін және кейін жүргізіледі. Бұл жүрек қақпашасының құрылысын жете тексеруге мүмкіндік береді. В настоящее время Мен мұндағы мамандарды өңеш арқылы эхокардиографияны үйретуге келдім. Бұл жүрек ақауы, аортаның шарбылануы бар науқастарға жүргізіледі. Бүгін ортасы шарбыланған пациентке мұндай зерттеу жүргізіледі. Бұл қақпаша патологиясының диагностикасын, аортаның шарбылануының зақымдалу дәрежесін анықтау үшін жасалады. Кардиоорталық дәрігерлері мұндай мамандардың арқасында отадан соң жұмысымыздың нәтижесін толық көре аламыз дейді. Сонымен қатар соңғы бір жылда індетке байланысты жүрек ауруымен ауыратындар саны артқанын атап өтуде. На сегодня уже бүгінде Сәуле Серікқызы 300-ге жуық пациентті қабылдады. Бұл емханаларда және біздің стационарда хирургиялық көмекке мұқтаж пациенттер де анықталды. Олар біздің орталыққа жіберіліп порталға қойылды. Кейбіреулері бөлімшеге жатқызылып отаға дайындалуда. Бұдан бөлек күнделікті операцияларға қатысады. Әрбір отадан соң біз жасаған жұмысымыздың нәтижесін көруіміз керек. Нұр-Сұлтан қаласының білікті кардиолог маманы соңғы бір жылда біздің өңірімізге екінші рет келуде. Эпидемиологиялық жағдайға байланысты мұндай шараларды жиі өткізуге әзірге мүмкін болмай отыр. Арнагүл Исабекова, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Ирбис көрермендерінің бірі қаладағы бензин бағасын суретке түсіріп жіберген. Онда 95-шінің бағасы 190 теңгеге жетіпті. Ал өзінің лауазымына қайта оралғысы келген экс-шенеуніктің қуынымын сот кері қайтарды. Барлығы әлеуметтік желі жаңалықтарында. Бензин қымбаттағанын байқадыңыз ба? Ирбис телеарнасының ресми парақшасында пайда болған постта 95-ші маркалы жанармайдың құны 190 теңге деп көрсетілген. Бұл тарапта оқырмандар өздерінің әртүрлі пікірлерін қалдыруда. Теңге құнсызданып барады, ал жалақының өсетін түрі жоқ. 2 апта болдығы күн сайын 2-3 теңгеден қосып келеді. Қашан тоқтайды екен? Неге қадағаламайды?
Лауазымына сот арқылы оралмақшы болған экс-шенеуніктің шағымын қанағаттандырмады. Естеріңізге сала кетейік, жолаушылар көлігі мен автомобиль жолдары басқармасының бұрынғы басшысы өз қызметіне оралғысы келген. Оны 2020 жылдың желтоқсанында әдеп кеңесі нұсқаулығымен жұмысынан шығарды. Басты себеп қылмыстық тергеуге алыну. Экс-шенеунікті пара алды деп күдіктенген болатын, алайда ақшаны беру дерегі және оны нақты сомасы тергеу барысында анықталмады. Істі жапты. Соған қарамастан Ринат Қойсоймасов тәртіптік жауапкершілікке тартылып, мемлекеттік қызметке кір келтіргені үшін лауазымнан айырылды. Алайда сот барлық тарапты тыңдап болып, қуынымды қанағаттандырмады. Жергілікті парақшалардың бірінде жарты көлігін целлофанмен жауып алып жүрген павлодарлықтың бейнесі пайда болды. Авторы желдетіп барады деп айтады. Оқырмандар көлік иесіне обал болды десе, қалғандары оның себебін сұрайтын шығар дейді. Әзірге полиция департаментіне жағдайға қатысты ешқандай түсініктеме жасалған жоқ. Уәделенген баспанамызға қашан көшеміз? Алюминстройдағы бұзылған үйлердің бұрынғы қожайындары далада қаламыз деп уайымдап отыр. Уақытша жалдап жүрген пәтерлердің мерзімі тамыз айында аяқталады. Ал оларға арналған көп қабаттының құрылысы бірнеше ай бойы тоқтап тұр екен. Мәселенің мән-жайы алдағы сюжетте. Жиналған адамдардың баспанасы бұзылған. Әкімдіктің көмегімен олар қазір жалдамалы пәтерлерде тұрып келеді. Бұрын бұл жерде 6 ескі үй тұрған. Бүгін жаңа көп қабатының құрылысы жүруде. Алюминстрой тұрғындарына жаңа үйге нөмірі 26-шы және 28-ші үйлер аяқталғаннан кейін көшесіндер деді. Сейчас в данное время 26-шы үйдің құрылысы аяқталуға жақын, алайда біз онда нақты кімді қоныстандыратынын білмейміз. 28-ші үйде алюминстройға тиесілі. 4 ай бойы құрылыс тоқтап тұр. Неге екенін білмейміз. 28-й стал раньше строиться. 28-ші үйдің құрылысы ертерек басталды, кейін 26-ны көтере бастады. Көріп тұрғандарыңыздай, ол аяқталуға жақын, ал бұл көпқабатты желтоқсан айынан тоқтап тұр. Жалдама келісім шарты бойынша адамдар пәтерлерде 2021-дің тамыз айына дейін тұра алады. Сол уақытқа қарай жаңа үйге көшеді деп жоспарлаған. Алайда көпқабаттылардың бірінде мәселе пайда болып, құрылыс тоқтап қалған. мы хотим, чтобы администрация города... Қала әкімдігінен ешқандай ақпарат ала алмадық. Біздің мәселеге көңіл аударуды сұраймыз. Нақты мерзімді атаса болғаны. Мы останемся снова на улице. Қайтадан далада қаламыз деп алаңдаушылық бары, құрылыс нақты қашан аяқталатынын білгіміз келеді. Біреу келіп ақпаратпен бөліссе екен. Белгілі болғанда үйдің құжаттамасын дайындаған кезде сметаға жабу плиталарын қоспаған. Салдарынан мердігер 107 миллион теңге тұратын материалсыз қалды. Бүгінде құрылыс бөлімі құжаттамаға түзетулер енгізді. На сегодняшний день эти вопросы все решены. Қазіргі уақытта барлық мәселе шешілді. Мамырдың 5-6 күндері жұмыстар жалғасады. Мердігерлік ұйым және жобаны дайындаушы арасында мәселе шешілді. Барлығы бір шешімге келді. Қаржыландыру ашылғаннан кейін жұмыстар жалғасатын болады. Құрылыс бөлімінде көп қабаттының тапсыру мерзімін атады. Желтоқсан айында адамдар жаңа үйге көшеді деді. Мерзімді бұзбау үшін тақлеттес коммуникацияларды тарту жұмыстары қолға алынды. У нас дом под строительным номер 26. Нөмір 26-шы баспананың құрылысы маусым айында аяқталады. Пәтерлер ескі үйлер 2018 және 2019 жылдары бұзылғандарға беріледі. Қалғандарын жыл соңында нөмір 28-шы үйге қоныстандырамыз. Кезекте жалпы 250 алюминстройлық отбасы тұр. 26-шы үйде 108 пәтер бар. Қалғандарына әкімдік жалдау келісім шартын жыл соңына дейін ұзартады. Айтмұхамбет Айғожа, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Железнодорожный үш мекен жайындағы үй подъездінде шприцтер мен едендегі қан іздері. Адамдар балаларын далаға жіберуге қорқады. Айтуларынша қайда жүгінетіндерін білмейді. Ал автомобилистер Естай Бектұровқа қосымша бағдаршам орнату қажет дейді. Қозғалыс қызған шақта мұнда кептеліс орын алады. Ал сіздер жіберген бейне жазбалардың барлығы біздің мобильді қосымшада. Мобильді қосымшаның демеушісі Мега сауда үйі. Мебельсон және Заречье Ресей фабрикаларынан жиһаздардың жаңа түсіміне шақырады. Сіздерді бұрынғы мекен жай бойынша күтеміз. Торговая Нұрсұлтан Назарбаев көшелерінің бұрышы. Убедительная просьба от водителей и автолюбителей вот на перекрестке угол Истая Бектурова поставить дополнительную стрелку налево, потому что тут невозможно час пик вообще не повернуть, приходится напрасно уже рисковать, а когда площадь закрывают на праздники, тут вообще ужас творится. А сейчас начинается вот Тарагыра 89, где нет ни бордюров, ничего, вот весь асфальт разбитый, яма, вот здесь всегда лужи.
вот такой двор. Примите, пожалуйста, меры. Просим вас, жильцы 89 Тарагирова, 91 дома, 93 дома и 89/1. Вот здесь вот постоянно вот эта грязь, это все идет сюда, в наши дома. Малайсары 53-55. Двор, детская площадка, и тут у нас непонятно что. Мусорка, овраг и какой-то лес. Мусору дай бог. И там, с той стороны, возле 53-го дома, тоже такая же история. Куда смотрит ЖКХ, КСК, я не знаю. Игрова 95, первый подъезд. У жильцов данного подъезда просьба привести в порядок лавочку. Обращение в КСК не увенчалось успехом из-за отсутствия средств. В подъезде очень много пенсионеров, поэтому большая просьба, помогите, пожалуйста, людям. Вот эту яму прям во дворе. Уже сколько стоит, вот никто не убирает. На Ирбис отправь. Да, вот хочу отправить. Вот это что натворили, вообще кошмар. Перекопали все и бросили. Здесь не проехать, не пройти. Яма. Что же это такое? Примите меры, пожалуйста. Это Сатпаева 40, 6-й подъезд. Расковыряли дыры, навтыкали везде шприцы. Вот как, вот так вот. Они закололи просто весь подъезд. Сегодня расковыряли мне вот эту дыру, вот. А у меня маленький ребенок, и что мне делать? Скажите, пожалуйста. Вот с этим совсем. Внизу на первом этаже, вот, то же самое. Все в крови, тут просто все заляпано. Это вот что у нас творится на улице. Просто был сильный ветер. И у нас со 2-го этажа рухнул просто кусок стены. Просто упал. Я так думаю, что железнодорожная 3, помимо наркоманов, скоро вообще рассыпется. Мобильді қосымшаның демеушісі Мега сауда үйі. Мебельсон және Заречье Ресей фабрикаларынан жиһаздардың жаңа түсіміне шақырады. Сіздерді бұрынғы мекен-жай бойынша күтеміз. Торговая Нұрсұлтан Назарбаев көшелерінің бұрышы. Керемет, таңқаларлық және сәулетті. Мега сауда үйінде Мебельсон және Заречье Ресей фабрикаларынан жиһаздардың жаңа түсімі. Жарқын, функционалды және ультра сәнді балалар гарнитуралары. Ақшыл, ағаш бітімі бөлмені кеңейтіп, ал әдемі суреттер балаңызға жақсы көңіл күй сыйлайды. Заманауи және тамаша жатын бөлмелер, мұнда олар әртүрлі үлгіде ұсынылған. Дәстүрлі классикадан бастап, ықшамды модерн нұсқаларына дейін. Бір қилы және тиімді ас үй гарнитуралары 30-дан 40%-ға дейін мега жеңілдікпен. Асығыңыздар, саны шектеулі. Ал стильді жұмсақ жиһаз интерьерге әдемілік сыйлайды. Мега сауда үйі сіздерге сәтті сауда жасауды тілейді. Көктем келді. Павлодарда осындай атаумен концерт өтті. Ұйымдастырушы Иса Байзақов атындағы облыстық филармония. Әртістер көрермендермен музыкалық шеберлігімен, сондай-ақ актерлік дарындылығымен бөлісті. Тілшіміз жалғастырады. Бұл жүрек тебірентер музыкалық қойылым, сюжет желісі мен терең мағынасы көрерменнің көңілінен шықты. Қалалық мәдениет сарайының сахнасы ұлан ғайыр кең байтақ далаға айналғандай. Табиғаттың тылсым дыбыстарын Иса Байзақов атындағы филармония әртістері жеткізе алды. Көрермендердің саны шектеулі болғанына қарамастан шапалақ соғуы тоқталмады. Хочу поздравить искренне нашу областную филармонию имени Исы Байзақова с 75-летием, руководителей и организаторов филармонии. Хочу выразить огромную благодарность за возможность присутствовать вживую, наконец-то, на концертах, получить такие яркие эмоции, отметить исполнительское мастерство. Естеріңізге салсақ, биыл Иса Байзақов атындағы облыстық филармония 75 жылдық мерейтойын атап өтуде. Осыған байланысты алда тағы бірнеше концерт жоспарланған. Тархан Бекешев, Азамат Айтхалин, Ирбис телекомпаниясы.
Алматы қаласында кезекті баскетбол додасының жеңімпаздары анықталды. 3-3 форматы бойынша өткен жарысқа бірден 2 павлодарлық ұжым қатысты. Нәтижесінде Ю-12 және Ю-14 топтары вице-чемпион атанды. Кіші топта Хурсан Золотухин үздік ойыншы номинациясына ие болды. Алда спорт жаңалықтары. Жаңа Риоға мін, оны қашықтықтан басқар. Сен келгенде көлігің қызып, салоны жылы болып тұрады. Kia Rio бар жағынан жайлы. Сіздің ресми дилеріңіз Қамқор Авто. Мекен жайымыз Торговая 1. Кеңес алуға арналған нөмір 65 0065. Қазақстан кубогы турнирінің іріктеу кезеңі аясында Павлодар облысының қос футбол клубы Ақсу мен Екібастұз бақ сынасты. Командалар негізгі уақытта жеңімпазды анықтай алмай, жолдама тағдыры матчтан кейінгі пенальти сериясында шешілді. Облыстық дерби матчында Қазақстан кубогының келесі кезеңіне өту мәселесі шешілді. Айту керек, жергілікті тәрбиеленушілерден жиналған Ақсу мен Екібастұз ойыншылары бір-бірін жақсы біледі. Состав мы знаем ихний. Олардың ойыншылар құрамы мен жаттықтырушылар қандай ойын өрнегін қолданады. Барлығымен жақсы таныспыз. Әрине, ойын стилі, тактикасы жайлы мәліметтерді жинаймыз. Біз барлығына дайын болу керекпіз. Екібастұз қаласындағы матч жанкүйерлерсіз өтті. Алаң қожайындары кездесудің 3-ші минутында есепті бірінші болып ашты. Матвиенко ұжымын алға жетелегенімен Құдайбердінов нәтижені тез арада теңестірді. Кейін кеншілер сапындағы форвард дубль жасап, Матвей Сұрмергендігімен тағы да көзге түседі. Ойынның 80-ші минутында Саят Жұмағали Екібастұздың жеңісті голын соққандай болады. 3-2, бірақ матч бойы қуғыншылар қатарында мінез көрсеткен Ақсу 88-ші минутында 11 метрлік айып добын орындау мүмкіндігіне қол жеткізеді. Кеншілердің қорғаныстағы қателігі үшін Мирас Тұрлыбек қарсыласты жазалап есепті 3-3-ке дейін жеткізеді. Ойынның негізгі уақыты дәл осылай аяқталады, ал кубоктық турнирде тең нәтиже деген болмайды. Сол себепті келесі кезеңге өту жолдамасы матчтан кейінгі пенальти сериясында шешіледі. Бұл ретте алаңдағы ойыншылардан бөлек қос командадағы қақпашылар Серікбол Қапанов пен Никита Калмыковтың шеберліктері көзге түсті. Десе де кездесу бойы жолы болған Ақсу ақыры дегендеріне жетеді. Артем Попов соққысымен матчқа нүкте қойып, металлургтер жеңісін тойлайды. Қазақстан Республикасы кубогы ойындарының келесі кезеңінде Яссы Түркістан Оңтүстік академиясымен, ал елордалық нөмірі 8-ші спорт мектебі Алтаймен, Мақта Арал Оқжетпеспен, ал Ақсу түркістандық Қыранмен кездеседі. Матч Павлодарда өтеді. Екібастұз футбол клубының жастары республикалық мектеп оқушыларының лигасында 4-ші орынға жайғасты. Додаға елдің түкпір-түкпірінен 16 команда тіркелді. Жартылай финалда кеншілер чемпион атанған Қостанайдан 1-2 есебімен ұтылды. Күміске Қызылорда қол жеткізсе, қола медальдер Орал қаласына бұйырды. Ал Павлодарда аймақтық іріктеудің қорытындысы шықты. Бұл финалдық іріктеу жарысы аймақтың үздік командалары Павлодарға келіп, өз өнерлерін көрсетті. Сарапшылар Екібастұздық өрендердің ойынын жіті бақылады. Жергілікті оқушылар финалға шыққан болатын. Работают над тем, чтобы больше играло местных. Екібастұз жастары лайықты түрде өз өнерін көрсетіп келеді. Олар биыл мектепті аяқтаған болатын. Балалардың спорттық дамуы жағынан бұл керемет жарыс. Болашақта жұлдызды ойыншылар пайда болуы әбден ықтимал. Шешуші матчта Екібастұз қаласының өрендеріне қарсы нөмірі 21-дің оқушылары шықты. Негізгі уақытта қос ұжым тең түсті. 1-1. Пенальти сериясында павлодарлықтар 7-6 есебімен жеңімпаз атанды. Көкшетаулық Арланды мерзімнен бұрын чемпиондық атақпен құттықтағандар қателесті. Қазақстан хоккей лигасында Сарыарқа камбэк жасап, серия есебі теңесті. Сырт айдындағы таңғажайып 2 жеңістен кейін Арлан Қарағанды қаласына көтеріңкі көңіл күймен келді. Бұл ретте Сарыарқа сәтсіздікке ұшырайды деген ойда болды. Алайда Леонид Танбиев хоккейшілеріне дұрыс нұсқаулық бере алды. Кей жерлерде жылдамдықтың арқасында шайба соқтық. Кейін қателікке бой бердік. Оны Арлан пайдалана алды. Көкшетаудағы 2 жеңістен кейін Сарыарқа серия есебін теңестірді. 2-2. Ендігі матчтар Қарағанды қаласында өтеді. Қос ұжымның мүмкіндігі 50-50, яғни финалға 2 лайықты қарсылас шықты.
Ал спорт туралы бүгінге осы. Барлық өзекті жаңалықтарды erbestv.kz сайтынан тамашалай аласыздар. Әлеуметтік желідегі парақшаларға да жазылуды ұмытпаңыздар. Аман сау болайық. Жүргізушілерге киім ұсынған Lamberti ерлер киім салоны.